Білетіндер бар арамызда, білмейтіндер бар. Білмейтіндер білетіндерден сұрайды, ал жанымызда ақылшымыз болмаса, әдеттегідей хабар арнасын қосамыз. Эфирде білгенге Маржан. Сонымен бағдарламаның бүгінгі мәзірінде ешкі сүті ем екен, жасанды тырнақ жыры, қарын бүрме қарын тойдырады, тиыннан моншақ тағайын, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ үшін жылқының орны бір төбе, түйені де сиыр мен қойды да кәдімгідей бағалап жатады. Бірақ осы ешкіге ерекше мән беріп, құрметтеп жатқан жанды сирек кездестіресіз. Еріккен ешкі бақпайды деп мақалда туындыда бір гәп бар ау. Әйтсе де ешкі сүтінің пайдасы сонау ежелгі Греция дәуірінде-ақ белгілі болыпты. Тіпті Зевстің өзін Амалфея деген ешкінің сүтімен бағыптымыз. Бір қызығы Гиппократ пен Авиценна да бұл сүттің емдік қасиетін мойындаған көрінеді. Алайда оны ем-домдық қасиеттер туралы дәрігерлер 20 ғасырдың басында толығырақ толғана бастаған. 1900 жылы Париж медицина ғылымдарының академиясы оны жоғары диеталық өнім ретінде мойындап, балалар мен әлсіз жандарға қолдануға рұқсат берген. Деректер сөйлесе, жер бетінде ешкі атаулысының 10-нан аса түрі бар. Оны етті, сүтті, түбітті, жүнді түрлері әлемде кеңінен таралған. Мәселен, ангор ешкісінің түбіті ұзын жібектей болса, заанин ешкісі сүтті келеді. Ешкінің етті тұқымы Қытай мен Үндістанда, сүттісі Араб елдері мен Еуропада, түбітісі ақш, Түркияда көп өсіріледі. Мүйізі жануардың басты ерекшелігі күй талғамайтындығы. Алайда қазақ ешкіні 4 түлікке қоспаса да, оның сүтінің пайдасын білген. Оны қазір студия қонағы Бану апайымыз дәлелдеп береді. Сонымен студиямызда Бану апай қазір барлығын көрсетеді, түсіндіреді. Біздің тағы Бану апаймен қоса осындай керемет сүйкімді қонағымыз бар. Бану апай, жатырқамайды ма ешкіміз? Жатырқамайды ғой. Жатырқамайды ма? Адам баласын, адаммен бірге өскен ықылым заманнан бері. Қалай жатырқасын? Енді бұны ешкіні көп, жаңағы, мен әйтеуір ауылда көргенім көп саумайды ғой, бұны ешкінің бір не мардымды сүт береді деп. Көбісі елемейді ме, ескермейді ме? Енді қадағалап сауатын болса сүт береді ғой, бәқ. Күніне 3-4 рет сауып отырса, қадағалап, жемдеп отырса, ол сүтті береді. Сіз сауып көрсетіңізші? Көріп. Мен енді жылқыны, түйені сауғанын көрдім, ал ешкіні? Бісміллә. Ол ешкіні бұлай сауат. Бұрынғылар ешкіні сауып өскен, жүріп өскен үстіп отырғаннан кейін, ол астына тақтайда қоймайды, скамейка, мынау қоймайды, үстіп сауып. Әйтеуір мен әжем сиыр сауған кезде орындық қойып отыратын. Бұрынғы адамдардың тізесі мықты болған. Осылай отырып жұмыс істейді. Одан кейін тізесі ауыратындарға мынау кішкене ыңғайсыздау, иә сонда? Енді тізесі үнемі осылай сауып үйренсе, ешкімнің де тізесі ауырмайды. Әсіресе ақ ешкінің сүтін балаға шикідей беріп отырған. Неге ақ ешкінің айырмашылығы бола ма? Енді айырмашылығы болғасын солай ғой, өзі бұрынғы қарапайым зерттеулер, адамдардың өзінің түсініктері болды ғой. Ғылым, білім шықпай тұрғандағы уақыттан бергі түсініктер қазірға сәйкес келіп жатыр. Енді сондықтан солай болған шығар. Мынау не ғой? Қазір енді біз студияда кішкене адамдардан жатырқап тұр ғой, ешкі. Бұлайғы уақытта сіз қалай сауасыз? Адам ұстап тұру керек пе, басқа адам? Енді алдында малдар, ешкілер тұрғаннан кейін бұлай осылай сауыла береді бе? Өзі тұра береді. Өзі тұра береді ме? Өзі тұра береді. Енді мына құрды жарқыраған нәрселерден қалай жатыр? Шошып жатыр ма? Иә. Ешкінің майын анау кішкентай балаға сылап жатады деп бұрын естуші едім. Енді ешкінің тоқ шегін баланың іші кепсе, жылыдай дөңгеленіп күндігіне қоя қояды, сосын ол аурудан құлан таза айғады. Солай енді. Басқа қандай пайдасы бар ешкінің енді? Ешкі жеңілтек, шошаңдақ дейді. Бұның пайдасы бұл күнияз өте таза болады. Тасты жерде болса, үнемі тастың үстінде жатады. Сосын мынандай жүні, мына нәрселері өзінің денесі бұлғанбайды. Сондай сергек, сондай қағылез болған. Енді да менің атам марқұм жақтырмайтын ешкіні, осыларақ бір бәрін малдың ішінде бір енді тастыңызға секіріп жүреді ғой, қойдың ішінде. Сондығынан тазалығынан, күнәздігінен бәрі жақпайды ғой. Бұны сауып алу керек, оның кейін сүттін сүзіп әдемілеп, жекідей ішет, жекідей пісірсе пісірет. Бұны құрт, дәрімчік, майлығы көп қою болады да, сосын ешкіні сауатыны соңғырды майлығы көп болғаннан кейін ұстаған нәрседері қою
не болып Енді ірі қара малдан енді жылқы бар, сиыр сауып үйренгендер олар кішкене менсіңкіремейді ғой, осылар не қанша сүт береді дейсің деп. Қанша сүт береді, көп береді ме? Енді дұрыстап сауса 2 литрге дейін береді күн. Енді ол былай қой ғой. Сүті. Қаншама сұйық сүттен не болды. Осылай сауады. Осылай тұрып. Көгінде қойып, дізілтіп отырып, қалың ешкіні сауады дүзге дейін. Тентек қой кәдімгідей. Енді жатырқайды ғой. Енді сүттен енді сіз шекелешуге болады дедіңіз ғой, иә? Дәмін көрсетесіз бе? Осынай. Енді шекелеше беруге болады ғой? Пісірушіге де шекеле. Ешқандай айырмашылығы жоқ, піскен сүт пен піспеген сүттің. Сондай құнарлығы, емдік қасиеті барлығы содан болып отыр ғой. Ал енді ол ешкінің түбіті дегенің ол енді қолғап, байпақ, қандай бір киім тоқыса жылы болады дейді. Жылы болады. Енді дон ешкіде болады, қылшық жөнді ешкі дейді, әртүрлі ешкідер болады. Әсіресе дон ешкі деп айтады, біздің көшпелі халық. Мынау сіз әкелгеніңіз ешкінің жаңа сүтінен жасалған құрт дедіңіз ғой? Иә, сондай. Құрт та жасалады, ірімшік те жасалады, бұдан жасалмайтын нәрсе жоқ қой. Тұзы осындай болады ма? Аздау сияқты? Тұз салмайды. Өзінің ғана табиғи нәрсесі. Қалай ол құрт тұзын оған тұз салмайды? Айран пісіріп, сүтті айран болдырып ұйтады. Оның кейін піспекпен пісет, сосын күбіге құйып, сосын майын алып алғанын кейін, енді қайтадан мұнаны іркіт дейді. Іркіттен ішуге болады, қайнат, суалтқанын кейін осындай құрт болып шығады. Кәдімгідей тұзы жоқ құрт екен? Жоқ, тұз салмайды. Өзінің кәдімгісі. Бұл енді майлылығы жағынан қалай болады? Бізде көбінесе қаладан арықтайым бұның майы көп емес пе деп сұрап жатады ғой. Енді арықтайтындар өзі біледі, бұрынғы ата-бабадардың бәрі жолға шыққанда осы құртты алады. Алты-малты ас болған деген жырларда да бар, батырлардың. Енді сол бұрынғы батырларымыз осымен қорықтенді, осыменен жорыққа шықты, солай болған. Ешкінің құртын бірінші рет жеп тұрмын, кәдімгі дәмі бөлек екен. Енді бөлек. Қойдың. Бұл енді сол ат үстінде жүріп, ауызға салып жүргенде не чөлдетпейді. Осы айтайын деген чөлдетпейді. Албаты жерге түсіріп дүзге отырғызбайды. Кете барады. Сосын арты малта болып домаланып, сол алпы сосын да болады, тамақ та болады. Осыменен жауға шаба берген ғой, бұрынғы батырлар. Енді басқан істейді. Сонымен Бану апамыздан үлгі алыңыздар. 10 бала, 20 немере тәрбиелеп отырған Бану апамыз әлі күнге дейін ешкі сауып, міне көріп отырсыздар, құрт жасайды ешкінің сүтінен. Ал құрт өте дәмді. Сонымен қазір біздің Бану апамыз барлығын түсіндірді. Енді қазір ортаға мен дәрігерді шақырғым келіп тұр, Гүлнұр Досжанова. Қазір ол өзінің ғылыми терминологиямен түсіндіріп берсін бізге ешкінің мынау жаңағы. Біз айтып жатырмыз ғой, мына сіз дәмін көріңізші. Мен жаңа дәмін көрдім. Негізі жаңағы апанау дайындалу технологиясы дәл жаңағы біздікін дей ма? Біздікін дей ма дегенде сиырдікін дей ма деген ғой. Мен сиырдікін жасап көргем. Сиырдың үстінен де осылай істеу. Бәрінікі бір, иә? Қазанға сат. Қалай сияқты дәмі? Дәмді? Тұзы жоқ екен. Тұзы жоқ болғаннан кейін енді денсаулыққа жақсы ғой. Тұзы жоқ, да, денсаулыққа жақсы. Және де қолдан жасалған табиғи өнім болғаннан кейін пайдалы. Сіз не білесіз? Апа енді өзінің бұрыннан бері келе жатқан жаңағы ойда сіңіп қалған санада барлығын енді халықтың аузында жүрген әңгімемен айтып жатыр. Біз білеміз жаңағы бүйтеді сөйтеді деген. Бұрын батырларымыз жауға шапқанда деп. Ал сіз не айтасыз? Қазір бізде медицина не дейді? Қазіргі медицина, яғни диетологтардың кеңесі бойынша осы ешкі сүтін барлығы қолдайды, өйткені оның құрамындағы жаңағы пайдалы өнімдеріне байланысты. Оны көптеген кішкентай бала жасынан бастап, егде қарт адамдарға дейін қолдануға кеңес береміз. Біріншіден, оның құрамын айтып кететін болсам, оның құрамында жаңағы сиыр сүтімен салыстырған кезде микроэлементтер, яғни кобальт деген микроэлементтер және кальций сияқты микроэлементтерге ол бай келеді.
Соның әсерінен оның жаңағы әртүрлі аурулардың алдын алуында қолданылуы мүмкін. Суыққа қарсы, Суыққа қарсы, яғни біріншіден асқазан жолдары аурулары кезінде, сосын жаңағы қаназдық деп айтамыз аурулары кезінде, иммунитетті көтеретін суыққа қарсы аурулар кезінде ешкінің сүті өте пайдалы. Сүтін іше беруге болады? Ешкінің сүтін және одан жасалынатын өнімдерді қолдана беруге болады. Өйткені сиыр сүтімен салыстырғанда жаңағы ешкінің сүті жасанды жолмен қоректендіретін аналардың сүтіне жаңағы сай келеді. Яғни ананың сүтімен құрамы өте сәйкес. Осы ешкі сүтінің құрамы. Кішкентай баланы емізуге қатысты. Оның құрамында жаңағы сиыр сүтінде майлы үлпешіктердің көлемі үлкен болатын болса, ешкінің сүтінде олар 10 есе кішкентай. Сол себептен олар асқазанда тез қорытылады да, сәбилердің жаңағы ағзасына тез қорытылып сіңеді. Басқа не айтасыз ешкінің сүтіне қатысты? Басқа көптеген жаңағы оң жақтары бар ешкі сүтінің, өйткені жаңадан сауылған ешкінің сүтінде жаңағы оның бактерицидті қасиеті үлкен болады, зор болады. Сондықтан оны сақтау технологиясы, мысалы, айтамыз ғой, үй бөлмесіндегі температурада 3 күнге дейін сақтауға болады, ал жаңағы тоңазытқышта оны 1 аптаға дейін сақтауға болады. Яғни ол өте ыңғайлы. Және де оның құрамындағы, мысалы, провитамин А деп айтамыз, ол бета-каротин, соның жоғары болуына байланысты ол онкологиялық аурулардың да алдын алуына септігін тигізеді. Масқара, ешкінің сүті туралы бір арнайы диссертация қорғап шығуға болады. Ең маңыздысы айтып кететін жағдай, ол жаңағы сиыр сүті егерде көп адамдарда аллергия шақыратын болса, онда жаңағы ешкінің сүтінде аллергияға жауап беретін белок, яғни казеин 1С деген белок болмағандықтан, ол аллергиясы бар адамдарға да өте пайдалы. Яғни аллергияны шақырмайды. Диатез, экзема, аллергиялық аурулары бар адамдар осы ешкінің сүтін қолданған жөн. Ой, рахмет, сіздерге рахмет. Ал біз енді көрермендерге айтамыз. Не дейміз? Қой, жылқы, тек қана үлкен ірі қара малдың ішінде ғана отыра бермеңіздер. Кішкене ешкіні бағып, ешкіні көбейтейік малдың арасында. Деніміз сау болсын. Міне, апамызға шығыңдар. Апамыздың денсаулығы мықты, әлі күнге дейін, міне 68 жаста. Апамыз әлі ешкі сауып жүр. Ол тізесі мықты деген сөз, денсаулығы мықты деген сөз. Ол әрине ең бірінші ешкінің сүтінің пайдасы. Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Сәнді тырнақтар тренді. Тырнақтан тапқан аурулар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Адамзат тырнағын біздің эрамызға дейінгі 400 жылдар-ақ өсіре бастаған. Сол замандағы адамдардың әлеуметтік ахуалы тырнақтың ұзындығымен өлшенген. Патшайымдардың мисі Клеопатра үнемі ұзын тырнақпен жүріпті. Тарихи зерттеулерге сенсек, ежелгі Римнің сарбаздары ерекшелігі үшін тырнақтарын өсіріп, бояп, еріндеріне далап жаққанмыз. Жер бетіндегі тырнағы салағұлаш Жан Лередмон ақштың Юта штатында тұрады. 1979 жылдан бері тырнағын алмаған. Сөйтіп, оның ұзындығы 8,65 метр болған. Есімі Гиннестің рекордтар кітабына енген. Шридхар Чилал атты үндістандықта тырнағын 1952 жылдан бері өсіріп, ұзындығын 6 метрге жеткізген. Атың шықпаса тырнақ өсір. Қазір жасанды тырнақ жапсырып беретін орталықтарға сан жетпейді. Бұл технологияны 60 жылдардың басында американдық стоматолог ойлап тауыпты. Ол кісі жасанды тырнақты алғашында кәдімгі фарфордан жасаған. Кейін бұл жаңалықтың сән индустриясында даңқ аспандап, одан әрі жетілдіріледі. Бүгінде тырнақ технологиясының дамығаны сонша, енді адамның қалауын орай кез келген ұзындықта, кез келген формада фарфордан жұмсағырақ, шынайырақ, елді материалдан сояудай тырнақты болуға мүмкіндік бар. Ендеше тырнақ күтімі туралы маманнан сұрайық. Сонымен студиямыздың қонағы Серуен Орынғазы қызы, косметолог. Ол қазір бізге тырнақтар туралы толығырақ мағлұмат береді. Қазір біз айтып жатырмыз, әсіресе мынандай жаңағы табиғи өзіміздің тырнақтардан гөрі, қазір мынандай жасанды тырнақтар сәнге айналды. Енді қазір бәсеңдеп келе жатыр менің байқауымша. Ол неден деп ойлайсыз? Адамдар зияндығын білгеннен кейін бе әлде? Енді кез келген нәрсе жаңадан шыққан кезде өте бір хит болады. Бір жақсы бір былайша айтқанда стильге ілініп,
жаңағы кез келген жерде барлық адамдар осымен көрінгісі келеді. Бірақ сұлулық айналып келіп табиғилыққа келеді сияқты. Сондықтан жаңағы тырнақтан табиғи тырнаққа көшіп жатқаны да содан деп ойлаймын. Енді мен бірден неге осылай зияны туралы айта бастадым? Өйткені мен 5 жылдай мынандай жасанды тырнақпен жүрдім. Мен өзім жасағанмын. Содан кейін жақсы білем. Бірінші рет мен жаңағы осындай сияқты косметологқа бардым. Ол кісі бір жасап көрсетті, одан кейін іліп алып өзім жасап жүрдім. Сонда мен сол 5 жылдың ішінде менде қазір міне тері ауру, экзема менде. Енді қазір мен сабынды ұстай алмаймын. Сабынды 1-2 ұстағаннан кейін мынау бәрі қызарып шығады. Енді сіз мысалы алдыңызға келген адамға айтасыз ба, ертең мысалы сенде тері ауру пайда болуы мүмкін деп ескерту жасайсыздар ма? Біз әрине жасаймыз. Өйткені бұның бәрінің ішінде барлық химикаттар. Мысалы, химияны жақсы бәрі бірден. Нәже кішкентай қыздар отыр, олар қызы болуы мүмкін. Мысалы, жай мынау нелері деп айтамыз, қалыптары, тырнақтың қалыптары. Осылардан тартып, мысалы, барлық химикаттар. Бұның ішінде табиғи зат жоқ. Енді бұл жаңағы қазіргі заман стильге байланысты, жаңағы заманға сай дейміз ба, сол үшін ғана жасалынады негізінен. Егер бір керемет бір көрінетін жерде бір рет қана жасап, соңынан шешуге болады. Сосын бұны жаңағы жылдар бойы жүруге болмайды бұнымен. Егер 1 ай, 2 ай жүріп, сосын мен шешіп қайтадан тырнақ күтімін қалпына келтіруге болады. Сіздің тырнақтарыңыз жабыстырылған? Менікі жасанды, иә. Сіз зиянын біле тұрып өзіңізге жасайсыз? Зиянын біле тұрып өзіме жасаймын. Неге? Әдемілік үшін. Енді мен осы жерде айта кетейін. Неге мен мысалы мынандай әдемі тырнақтан мынандай табиғи тырнаққа оралдым. Қазір мен тырнақтарым өзімдікі қысқа да болса өзіме ұнайды. Бұрын білмеймін енді. Талғамым әртүрлі ғой адамның. Бұрын мен ұзын тырнақтарды қалайтын. Менің сонда түсінгенім, мен 2 сағат отырып жасаймын бұл тырнақты. Сол кезде мынандай қоспалары, бірден айтайын, осы уақытқа дейін тырнақ жасамаған, бірақ ата-анасына мен тырнақ жабыстырайыншы деп өтініп жүрген кішкентай қыздар бар. Мектептің оқушылары, студенттер. Бірден айта кетейік, мынаның иісі, әйтеуір мен білетін иісі масқара өткір. Біздің анау тырнақ бояйтын лакты жаққан кезде біз тұншығып қаламыз бөлмеде. Оларды одан 5-6 есе деуге де болады. Қатты тітіркендіргіш иістері бар. Көп кісілер шыдамай жатады. Енді тағы бір мәселе бар. Ол жаңағы мысалы мына маникюрді жасаудың өзі, мынандай жаңағы күрделі маникюр былайша айтқанда. Бұл маған ең әуел әсер еткені, мен маскамен отыратын. Өйткені мынаның жаңағы жабыстырамыз, одан кейін үстіне жаңағы гель жағамыз, оны егеген кезде мындай жаңағы пилкалармен шаңы ұшқан кезде масқара шарт. Ал бізде көп адамдар, мысалы мен жаңағы салонға барған кезде байқадым, жаңағы біздің косметолог жасап отыр, бірақ тырнақтың жасатып отырған адам маскамен отырмайды. Ол енді өкпемізге кетіп жатыр ол. Енді сіздер қалай мысалы? Енді біз оның мысалы барлық нелерін, мысалы жай медициналық масканы қойып қоюға болады. Несімен алып, қорабымен алып. Оны мысалы әр рет берген клиентке сынуға болады. Ол мысалы бір экономикалық шығын ештеме емес ол. Оны біз ұсынамыз кісілерге. Демек, біз көрермендерімізге кеңес беруіміз керек. Егер бәрібір жоқ, маған сұлулық, осындай сұлулық керек, жасандықтан қашам десе, онда мүмкіндігінше косметологқа барған кезде сол масканы киіп отыру керек, Иә, киіп отыру керек. Ол біздің тыныс алу жолдарымызға пайдалы. Енді зиян болмайды, анық. Енді қазір мысалы мына жерде мен сізде көріп тұрмын, мынандай жылтырақтары бар. Иә. Енді Ресейдің небір мықты жаңағы гламурный сәнгерлері айтып жатыр. Миланда кетті, Римде кетті, бұрынғыдай жылтырақ, немесе ұзын тырнақ, пирсинг дегеннің бәрі қалды. Қазір барлығы тек қана тырнаққа қатысты емес, жалпы сән үлгісінде, әлемдік сән үлгісінде бәрі қарапайымдылыққа келе жатыр деп. Енді алдағы уақытта мүлдем мысалы, тырнақтың бәрін адамдар зиянын түсініп болды, шаршап бәрінен. Адамдар сізге тырнақ жасатуға келмей қалса, жұмыссыз қаласыз ба? Олай деп ойламаймын. Бізде мысалы тырнақ күтімі тек қана жасанды тырнаққа байланысты емес. Мысалы адамның өзінде бар нәрсесін, мысалы тап-таза, әдемі, жаңағы ыңғайлы етіп ұстау, ол да сұлулыққа жатады. Мысалы
бір күні мысалы осы нәрселердің бәрі қалады, еш нәрсе мәңгілік емес. Енді маникюр деген мысалы айтамыз ғой, енді қазақша гигиеналық, жалпы тазалық, жаңағы біздің мысалы кейбір кісілерімізде болады, тырнақтың айналасындағы көбесінің еттері қатты өсіп кетеді да, жалбырлап жүреді. Ол енді әйел адамдарға ыңғайсыз. Киім киген кезде де, мысалы біреуге көрінгенге де ыңғайсыз. Мысалы сол терілерін дұрыстап алып, өзінің Құдай берген тырнағын дұрыстап егеп, үстіне енді бояу демей-ақ қояйық, жақ бір төсеніш нелер болады. Оның ішінде де мысалы неше түрлі витаминдер бар, лақтың бәрі зиянды деген емес. Оның ішінде де жаңағы витаминдер қосылған неше түрлі үстіне жағатын лақтар болады. Соларды пайдаланып өзін әп-әдемі ұстап жүруге болады. Енді сондай кісілер келетін шығар бізге жұмысқа. Косметолог былай деп айтты, дәрігеріміз не дейді? Раушан Баянбаева дәл қазір студиямызда қонақта. Дәрігердің сөзін тыңдайық. Бізге мына жасанды келіңіз ортаға. Мына біз жаңағы әдемілік, сұлулық туралы айтып жатырмыз. Сіз не дейсіз? Зиянды жақтарына тоқталатын болсақ, маникюр жасау кезінде құралдардың заманға талабына байланысты дезинфекциядан өтуі. Өйткені көптеген жұқпалы аурулар, грибковое поражение, мысалы саңырауқұлақтар ауруы, не болмаса вирусные бородавки дейді, сүйелдер, осы инструмент арқылы бір адамнан екінші адамға берілуі мүмкін. Енді мен мысалы үйде өзім жасадым ғой, өз-өзіме үнемі. Менен басқа адам мысалы пайдаланбайды. Менде экзема неден пайда болды сонда? Экземаның пайда болуы, оны мысалы кір жуғыш заттар, бытовая химия, не болмаса осы қолданылған уақытта сұйық заттар шақыруы мүмкін. Лактың өзі де шақырады. Сонымен қатар, сол жұқпалы аурулардың ішінде қазіргі заманда вирусный гепатит, гепатит С, гепатит Б, ВИЧ-инфекцияның да жұғуы қаупі бар. Сонымен қатар, тырнақты физикалық, химиялық әдістер қолданғанда тырнақтың егелуі, оның жұқалап түбіріне дейін қиылуы, зат алмасуына кері әсерін тигізіп, оның келешекте тырнақтың дұрыс өспеуіне, оның әлсізденуіне және жұқалауына әкеліп соғады. Кедір-бұдыр болып өсуіне. Енді мына тырнақтың шетіндегі болады ғой, мысалы, жаңағы еттерін алып жатқан кезде кейде бір қиып алады, мысалы, ол қанап жатады. Ол жерді міндетті түрде дезинфекция, залалсыздандыру керек. Сонымен тағы да бір зиянды жағын айтатын болсам, жасанды тырнақ жасаған кезде қол саусақтарын біз ультрафиолетті пешке қоямыз. Кептіргенде. Мөлшерден көп ультрафиолетті сәуле қолданған уақытта оның қатерлі ісікке әкеп соғуы мүмкін. Тырнақтан қатерлі ісік. Сондай себепкер болған жағдайлар бар біздің практикамызда. Түптің түбінде тырнақты бүйтіп кептіріп отырған ультрафиолеттің өзі зиян. Енді осының бәрін естіп алғаннан кейін, сіз косметолог ретінде не дейсіз енді? Ары қарай тырнақ өсіруге ниет бар ма? Кез келген жаңалық енді барлыққа келерден бұрын, оның мысалы пайдасы, зияны өзінің тиісті мамандар жағынан зерттеліп қойылады деп есептеймін. Мысалы осы тырнақтар барлыққа келерде, оның барлығы жаңағы тексеруден өтіп келуі мүмкін. Мұны енді жасалып жатыр, енді бұл қалай залалсыз болады? Бізде де жаңағы дәрігеріміз айтып кеткендей, барлық жаңағы залалсыздану жағдайлары бізде барлығы қарастырылған. Мысалы, кейбір таяқшаларымызды біз жаңағы бір реттікке пайдаланамыз. Мысалы, мыналар күнге біздің жаңағы кәдімгі ненің кварц дейміз ғой, кварцтың ішінде сақталатын мысалы инструменттеріміз. Ал енді жұмыста да жаңағы шала білімі бар адамды